Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Бүгін біз осындай әдемі бір испанский бойды үйренеміз. Бірінші сіздерге ойнап көрсетіп жіберейін, содан кейін разборға кірісеміз. Бірінші бізде аккордтар. АМ аккорды 5-ші лад. Немесе баресіз. Келесі аккорд G аккорды. 3-ші лад. Келесі аккорд F аккорды. F аккордынан кейін біз бас бармақты баресіз баспаймыз, сонда мындай аккорд шығады. Баресіз АМ, G, F және E аккорды. Баресіз түрде қалай ойналады. Бірақ барамен дауысы әдемі шығады. Ал аккордтарды өттік, енді келесі бойымыз қандай. Самый главный бой бізде. Бой былай болады. Бірінші, бүкіл саусақпен, тырнақтарымызбен төмен. Сосын бас бармақ осылай тұрады. Келесі, бас бармақпен төмен түсіреміз. Келесі, бірінші шаг міне. Бүкіл тырнақпен төмен басамыз. Сосын бас бармақпен төмен басамыз. Сосын саусақпен жоғары көтереміз. Яғни былай. Осыны 2 рет ойнаймыз қайталап. Яғни былай. Міне 2 рет ойнадым. Төмен, төмен, жоғары, төмен, төмен, жоғары. Содан кейін төмен, жоғары деген ойнаймыз. Оны кескен былай да ойнай беріңіз, былай да ойнай беріңіз. Сонда қалай болады? Тырнақпен, бас бармақпен, саусақпен төмен, жоғары. Міне. Ал ақырын көрсетейін. Қайтадан. Ал бір ақырын көрсетіп жүрейін. Төмен тырнақпен бүкіл, бас бармақпен, саусақпен жоғары. Осыны қайталаймыз. Төмен, бас бармақпен, жоғары. Содан кейін төмен, жоғары. Төмен, жоғары. Ал оны яғни тезірек жылдамдыққа алып үйренгеннен кейін әдемі шығады. Баресіз де тура солай. Назарларыңызға рахмет. Лайк басып, каналға жазылыңыз.